Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 7 сынып алгебра бағдарламасының үрімшілер тақырыбына арналған есептерді шығаруды жалғастырамыз. Онда 14-ші есеп. Егер 5х квадрат y куб тең 8 болса, онда мына өрнектердің мәнін табыңдар дейді. Жақсы. Біріншісінде 45х квадрат y куб. Сонда 45 дегеніміз ол 9 жердегі 5 деп жазсақ болады. Х квадрат y кубымызға ештеңе істемедік. Сонда 5х квадрат y кубымыз есептің шарты бойынша 8-ге тең. Демек бұл 9 мұндағы 5х квадрат y кубтың орнына 8-ді қоямыз. Сонымен 72-ге тең болып шығады екен. Келесі екінші 3х квадрат y куб дегеніміз не болады екен? Бірінші жаңағы 5х квадрат y куб тең 8 ғой. Бұл жерде тек қана х квадрат y кубты қалдыратын болсақ, онда ол 8 бөлінген 5. Мына екеуінің арасында көбейту болғандықтан 5-ті оң жаққа, теңдіктің оң жағына жіберсек, ол бөлу болып барады екен. Сонда 3 көбейтілген мұндағы х квадрат y кубтың орнына біз нені қоямыз? 8 бөлу 5-ті қоямыз. Сонда 3 жердегі 8 24, 24 бөлінген 5 немесе 4,8 болады екен. Келесі үшіншісі минус 5,5. Бұны тағы да біз минус 1,1 көбейтілген 5 десек, жаңағы минус 5,5-імізді алады екенбіз. Х квадрат y куб. Ал бұл өрнектің орнына 8-ді қоямыз. Сондықтан минус 8,8 шығады екен. Төртіншісі 25 дейді. 25-ті 5 жердегі 5 деп алсақ болады. Немесе 5 жердегі 5 дегеннен көрі мына дәреже көрсеткіштеріне қарайтын болсақ, жаңағы әріпті өрнектердің х-тің 4 дегеніміз х квадраттың квадраты, y-ның 6 дегеніміз y кубтың квадраты. Сондықтан біз 5х квадрат y кубтың квадраты деген өрнекпен бірдей болады екен. Ал 5х квадрат y кубымыз 8-ге тең, сондықтан 8-дің квадраты 64 дегенмен бірдей болады екен. Бесіншісі 125, ол 5-дің кубы. Х-ның 6 дәрежесі дегеніміз кубтайтын болсақ 3-ке бөлеміз деп келістік. Мына өрнектің кубы болады екен. Демек 8-дің кубына тең өрнек болады екен. 8-дің квадраты 64, 64-ті ары қарай 8-ге көбейтетін болсақ 512 болады екен. Келесі 128-ден 625. Бұл жерде енді 625 дегеніміз 5-дің 4 дәрежесі. 4 дәреже болып тұр, иә? Егерде 4 дәрежеге шығаратын болсақ, онда бізде 128 дегеніміз ол жай көбейтіштерге жүктеп жіберейікші. 2-ке бөлеміз 64 болады, 2-ке бөлеміз 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Сонда 1, 2, 3. 2-ның 3-і. Сонда бұлай болайын деп тұр ғой, бұл жерде бөлу керек болып тұр. 625 дегеніміз бұл өрнекті бұлай жазсақ сонда. 128-ді 64 пен 2-ның көбейтіндісі ретінде жазсақ, сонда 64-тен 625 көбейтілген 2-ден біріміз бәрібірде осы 128-ді береді. Х-ның 8-і және y-дің 12-сі. Сонда 625 дегеніміз ол 5-дің 4 дәрежесі, 64 дегеніміз ол 1, 2, 3. 64-мізде келмейді ғой, ол 2-ның. Жақсы. Онда бұлай істейік.
өшіргішпен өшірген. Мына бөліммен бізге бәрібір де 5-тің ғана мәні белгілі ғой. Сондықтан 128-ді қалдырсақ та болады. Сонда 128-ден 1 көбейтілген 625 дегеніміз ол 5-тің 4 дәрежесі. X-ның 8 дәрежесін 4-ке бөлеміз. X-тің 2-сі, Y-тің 3-нің 4-і деп. Яғни біз мына алымын ғана бөлек алып алдық, е? Сондықтан 128-ден 1, 5x квадрат y куб деген 8, 8-дің 4 дәрежесі дегеніміз 64 көбейту 64 болады. Осылай жазайық, ыңғайлы болу үшін. Мына жерде 64-пен қысқарсақ 2 болады, және 64-ті тағы да 2-ге бөлетін болсақ, онда 32 деген мән болады екен. Жақсы, келесі есепті шығарайық. 10-15. Егер де 3x куб y тең 4 болса, онда келесі өрнектің мәнін табыңыздар. 21x куб y дегеніміз, жаңағы 21 дегеніміз 7 мен 3-тің көбейтіндісі, е? Сонда мынау 4-ке тең шарт бойынша, сондықтан 7 жердегі 4-дің 28 болады екен. Келесі өрнек 6x-тің минус 3 дәрежесі, y-тің минус 1 дәрежесі. 6-ны жазайық, 2 жердегі 3-ім деп. Бұл жерде 6-ны жазудың қажеті жоқ. Бірінші мына дәрежелермен жұмыс істеп алайық. Сонда бізде болайын деп тұр. 6 бөлінген x-тің 3 дәрежесі y. Я, мына теріс дәреже болғанда білеміз, ол бөлімнің астына баратындығын. Енді бағанағы есеп сияқты 3x куб y-іміз 4 болса, онда жай ғана x куб y-іміз неге тең болады? 4 бөлінген 3-ке. Сондықтан мұнда x куб y-ға 4 бөлінген 3-ті қоямыз. 4 бөлінген 3-ті қоямыз. Сатылы бөлшек болады. 3-іміз жоғары кетеді екен. Alt жердегі 3-ім бөлінген 4 болады. Сонда 18-ді 4-ке бөлу керек екен. 4,5. Келесі есеп. 10-16. Осы өрнек ықшамда А-ның минус 11-ден 5 және бұның 3,3-ден 2 болғандағы мәнін есептеңіздер дейді. Жақсы, ықшамдайық. Алдымен бірінші өрнекті 6 дәрежеге шығарамыз. Дәрежеге шығарғанда біз айттық, әрбір дәреже көрсеткішін соған көбейтеміз. 30 және 18. Келесі көбейтеміз 35 және 20. Бөлінген, мынаны да көбейтіп ашып шығайық алдымен жақшаны. 3-ке көбейтеміз болады 63 және 36. Сонда егерде негіздері бірдей дәреже болып, оларды көбейтетін болса, оның дәреже көрсеткіштері қосылады, ал бөлген кезде азайтылады. Сондықтан А-ның 30 қосылу 35, 65-і, 65-тен 63-ті азайтсақ, 2 дәрежесі қалады екен. Және Б-ның 18-ге 20-ны қоссақ 38, 38-ден 36-ны азайтсақ, 2 болады екен. Осындай қысқа ғана әдемі өрнек шықты. Енді А-ның орнына берілген мәнді қоямыз, және Б-ның орнына да берілген мәнді қоямыз. Бұл берілген аралас санды бұрыс бөлшекке айландырып жазайық. 3 жердегі 3-ім 9, 2-ні қоссақ 11 болады. Сонда 5-тің квадраты 25, 11-дің квадраты 121, теріс минус таңбасына мүлдем ескермесек болады, себебі квадрат болғандықтан. Мына екеуі қысқарады. Сонда 9-дан 25 болады екен. 25-ті 9-ға бөлсек біз 2-ден аламыз. Сонда 7 қалдық қалады екен. Келесі есепті көрейік.
аның кез келген оң мәнінде ақиқат болатын теңдік немесе теңсіздік шығу үшін бір мүшелерінің арасына тең, кіші, үлкен таңбалардың бірін қойыңыздар. Жақсы. Біріншіні кішкене есептейтін болсақ, есептегенде сандық және дәрежелер бірдей болып тұр ғой, иә? Бұл жерде ескеретін жағдай, тақ дәреже болғандықтан, мұнда минус таңбасы бар болғандықтан, бірінші өрнек әрқашанда теріс болады, екіншісі оң болады. Оң сан теріс саннан әрине үлкен. Екіншісінде бұл жерде минус 5 болғанымен дәреже көрсеткіші жоқ, сондықтан ол минус таңбасын жойып жібереді, екеуі бірдей өрнек қалады екен. Үшіншісінде дәл солай бірдей, иә, 10 деген тең. Мына жерде минус болғанымен 2 минус біріне бірін жояды, оң сан болады. Мына жерде теріс сан болады, сондықтан мынау үлкен болады екен. Назарларыңызға рахмет. Егер видеоларым ұнап жатса, тіркелеміз, лайк басамыз. Басқа да келесі сабақтардың видеосын салуға тырысамын.